Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын дәл осындай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Толық рецепт астына қалдырамын. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен таза ыдысымызға ерітілген сары майымызды құямыз. Келесі қантымызды саламыз. Одан кейін ванильный сахардан 1 чай қасық салдым. Келесі бір жұмыртқамызды саламыз. 1 ас қасықпен қаймақ салдым. Жарты чай қасықпен ас содасын салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымызды біртіндеп салып отырып, жұп-жұмсақ қолымызбен қамыр илеп аламыз. Дәл осындай жұп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді табамызға перманент қағазын төсеп, дәл осылай барлығын жаймалап орналастыратын боламыз. Мендегі формам кішкене асты дұрыс ұстамай қалғандықтан бетіне осылай перманент қағазын қойдым. Сіздерде қалай ыңғайлы, солай қойсаңыздар болады. Міне тестамызды орналастырып болдық. Енді духовкада 170 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Бізде тестамыз дайын болғанша кремімізді дайындап алатын боламыз. Миксерімізға осындай 35% сливкиді және қантты салып 4-5 минут көлемінде араластырып крем дайындап аламыз. Бізде крем дәл осындай қою болу керек. Креміміз дайын болды. Енді тестамызды алып, қазір барлығын жинайтын боламыз. Тестамыз осымен дайын болды. Енді ең бірінші бетіне біз вареный сгущенкамызды салып, жақсылап барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Келесі банандарды қойып шығатын боламыз. Менде 2 банан кетті. Барлық бананды турап, осылай барлығын бетіне орналастырып шығамыз. Келесі кремімізді орналастырып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық кремімізді бетіне орналастырып шығамыз. Бетіне осындай шоколадтың үгіндісін сеуіп шықтым. Сіздерде какао болса, какаоны аздап жұқалап сеуіп шығуға болады. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Өзім бірінші рет жасап көрдім, және сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Жақындарыңызды дәл осы пирогты жасап қуантыңыздар. Ас болсын, каналым пайдалы болған болса тіркеліп